Бізге таныс қала пейзажын суретші көзімен қарап көрелік. Біз не көреміз? Біздің алдымызда өнерге арналған үлкен алаң ашылады. Көшелеріміз, көрмелеріміз болса, өтіп жатқан адамдар біздің мұражайдың көрермендері мен бағалаушылары. Суретшіге өзін қоғамға көрсету үшін бұл жеткілікті ынта. Стрит-арт вандализм саналатын өнерден қазіргі урбанистикаға сәтті енген өнерге дейін жол кешті. Қазіргі әлемде көшелік өнер өз жұлдыздары, тарихы және бұл өнермен таныс емес адамға оңай шатасып кете алатын тәсілдері бар жеке жанрға бөлінді. Енді бұл тақырыпқа тереңірек үңілейік. Мен Омбаев Асылхан бүгін сіздерге муралдардың стрит-арт объектілері ретінде зерттеу жұмысым туралы айтып беремін. Стрит-арт қала көшелерін безендіруге қолданылатын заңды және қоғаммен мақұлданған бейнелеу өнерінің объектілері. Қала әкімшілігі жансыз бетон қоршауға сурет орналасса, бәрі ұтады деп шешті. Адамдарға туындыға қарау жағымды әсер қалдырады, ал суретшілердің қоғамдағы танымалдығы артады. Стрит-арттың ең монументалды объектілері муралдар. Мурал үлкен ауқымға ие және ғимараттың бос жағын қамтитын арт-объект. Қазіргі әлемде осындай суреттерді жасау әртүрлі саладағы суретшілердің еңбегі. Алайда көбінесе тәжірибесі бар көше өнерінің суретшілері тартылады. Бұл жерде қарапайым граффити стилінде салу жеткіліксіз. Суретші үлкен ауқымды туындыларды сала алу қажет, ал бұндай қабілетке ие болу оңай емес. Біріншіден, дайындық үшін үлкен қабырға қажет. Екіншіден, әркім арнайы құралдар мен жабдықтарды таба алмайды. Және де үлкен биіктікте жұмыс істеу қажеттігін ұмытпау қажет. Тапсырыс ресми болса, сізге арнайы рұқсат қағаздары керек болады. Сондықтан суретшінің денсаулығы құрылысшыныкінен кем болмауы қажет. Үшіншіден, үйлер әдемі және нақышты болу керек. Сондықтан жылдан қолға сала салынған жұмыс бұл жерде жеткіліксіз. Қарағандыға осындай дәрежедегі бастамаларға дейін әлі көп еңбек ету қажет. Бірақ біздің қаламызда да қызықты жобалар кездеседі. Қарағандыда эстетикалық топқа жататын және сырт келбеті тек жандандыратын муралдар кездеседі. Біздің қаламызда ондай объектілер бесеу. Урбанистикаға бірінші қадам жасау идеясы қала үйлерінің қабырғаларына монументалды кескіндемелерді бейнелеу Александр Дорошенкоға тиісті. Алғашқы екі композиция шексіз, патриотты, әдемі және әр облыс тұрғыны мен қонағымен жылы қабылданатын деген принциптерге байланысты таңдалды. Осылай алғашқы композиция жарық көрді. Ол жерде кішкентай киікті ұстап тұрған, өз қызметтік борышын өтеп жүргенде қаза тапқан қорықшы Ерлан Нұрғалиев бейнеленген. Екінші мурал Нұркен Әбдіров пен Александр Комиссаровтың ерлігіне арналып, бізге бейбіт көк аспан сыйлаған батырларды көрсетеді. Қала орталығында жалғыз өзі осы екі композициямен жұмыс істеген суретші Шыңғыс Қасымов. Ол басқа жобалардың эскиздерінде суретшісі. Оның ойынша осы жоба урбанистикаға жол ашып, жерлестерінің ой санасын оятты. Жаздың жаңбырлы болып, муралдармен жұмыс істеуге қолайсыз болғанына қарамастан, ол алғашқы мақсатына жетті. Университет көшесінің бойымен орналасқан үш композицияны да ұмытпау керек. Қазақ вальсі туындысында әлемдік атқа ие суретшілер Гүлфайыр Исмаилова мен Густав Клинттің екі суреті бейнеленген. Канагавадағы үлкен толқын және жұлдызды түн муралдары өз авторлары мен жалпы өнер туралы қызығушылықты арттырады. Ақырында үшінші натюрморт суреті үлкен талқыға ие болды. Оның авторының айту бойынша, ол әдемілік туралы емес, жалпы қалай өнердің өзгергені туралы. Мурал әрдайым ауқымды жұмыс. Үлкен сурет толықтай ғимараттың қазбетін немесе бос қабырғасын қамтай алады. Муралдың жасалуы арнайы биіктікке міну үшін техниканы қажет етіп бір күнде бітпейді. Олар көп қабатты үйлердің көрінісін бұлжытпай, керісінше өткен жылдардың құрылыстарына ерекшелік береді. Осындай стрит-арт көптеген дауларды тудырса да, оларға мән бермей өту мүмкін емес. Дамыған стрит-арт сахнасы мәдени өмірдің дәрежесінің көрсеткішінің бірі. Қандай арт объектілерді стрит-арт объектілері деп санауға болатын туралы көп дауласуға болады. Алайда бүгінгі күні бұл сахнаның дамуы тікелей қалаға байланысты екені түсінікті.